Швейцария. Қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан. Иә, бұл біздің Қазақстан, біздің Атырау, біздің Жаңаталап ауылы. Өздеріңіз көргендей шашылған салафаннан, ұшқан қағаздан көзді ашытпай қойды. Бұны жинайтын жергілікті компаниялар жоқтың қасы, өйткені спецавтовазыны ысырып тастап, алматылық компаниялар тендерді ұтып кеткен болатын. Менің санамда мың сұрақ. Акимат, алматылық тендер ұтып алған компанияға қолды қалай қойдыңыздар? Өйткені олардың бір техникасы жоқ, не бір адамы жоқ қоқыс жинайтын. Неге? Жер-жерде шашылған қоқыстар, одан қалса контейнерлердің айналасында үйілген үйінді мусорлар, бұның бәрі қазір сол алматылық компанияның жинау есебінде тұр. Ал міне қазір екі қошқардың басы бір қазанға сыймай әлек. Өйткені қоқыстың ішіндегісін спецавтоваз алатын болса, сыртындағысын алматылық компания алады екен. Бірақ ол компания ешқандай спецтехникасы болмағандықтан, сол себепті әрбір қоқыстың қасында үйінділер үйіліп, қоқыстар толып жатыр. Мынандай құбылыс бұрын соңында болмаған, өйткені спецавтовазы жинаған кезде айналамызды тып-типыл тап-таза қылдыратын. Бұл қоқыстардың енді көбеймесе азаймайтын түрі бар, өйткені бұл мен алматылық компания күресе алмайды. Сондықтан акимат, алматылық тендер ұтып алған компанияны тартып алып, спецавтовазға бере салу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл компанияның біздің қоқыстармен, атыраулық қоқыстармен күресуге қауқары жеткіліксіз.